Ассаламу алейкум, машина кеш каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Ошарында Жапалабын базарындабыз. Бул видеодо ушул навесасындагы жаңы моделдеги жылы жаңы унааларды көрсөткөн аракет жасаймын. 29 сентябрь 2024 жыл. Ушул К5тен баштай берсек, Корея LED оптикаларда бензинби? Газ экен, 2020 заводской газ. Мына баасын жазып койгон, айтмакчы $16.500. Так, ачкысыз кирүү баскычтары бар. Көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу, адаптивдүү круиз контроль, газга аябай жакшы комплектация айтмакчы. Монитор, автохолд, электроручник, драйв мод, отуруштардын жылуутуусу жана вентиляциясы 3 позицияда каралган алдыңкыларын. Анан электро жылдыргычтарда электро күзгүлөр, жол чыйын ичинде жүрүү радары, чуркаганы дагы 55.293 километрди көрсөтүп атат. Газга комплектация жакшы айтмакчы. 2 аймактуу климатта. Бул такси эмес окшойт да? Такси эмес экен. Газга комплектация жакшы. $16.500. Болду. Улантып көрөлү, могул жерде Kia Seltos бар экен. Kia Seltos 2020 1.6 бензин. Мында графит түстөгү дискаларда, бунда да көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу бар. Ассаламу алейкум. Канча деп атасыңар? $18.500. Булда комплектация жакшы, круиз контроль адаптивдүү режим менен кошо 58.000 километр чуркаган, жок, бир аймактуу эле климат. Отуруштардын жылуутуусу бар, тоодон түшүү жардамчысы, парктрониктерди өчүрүп жандыруу, автохолд, электроручник бар, анан драйв мод дагы бар экен. Роль заводской кожада, жол чыйын ичинде жүрүү радары. Так, бул жагы могу жери кожа. Жакшы. Kia Seltos. Чакан жакшынакай кроссовер бирок Kia'да. Так, жүрө берсек. Ушундай Кореядан унаалар көп келип атат. Бул жерде Kia K5 дагы бензин окшойт. Бул 2019 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. Бензинби? Бензин экен. Ачкысыз кирүү баскычы бар. Жол чыйын ичинде жүрүү баскычы, круиз контроль, монитор, 211.000 километр чуркаган, 2 аймактуу климат. Автохолд, электроручник, отуруштардын жылуутуусу жана вентиляциясы. Так, анан рулдун жылуутуусу дагы бар. Баасы канча болду? $15.000. Бензин такси болгон эмес булар. Ушунда $15.000. Kia Carnival. Carnival турат. Линзаларда LED туманниктер 2018, баасы дагы $18.000. Люк. Хром дискалар. Ачыксыз кирүү арканкы эшиктеринде дагы бар. Электродоводчик менен кошо. Салону да жакшы, таза. Люк бар. Отуруштардын жылуутуусу дагы бар. Могул жерден дагы эшикти жапса болот. Так, салон бул жагынан да көрсөтүп коелу. Дизель. 2 дизель болот. Ролу жыгач кожа комбинацияланган. 3 аймактуу климат буларда. Ушундай. Так, жүрөлү. Бул BMW-нын баасы жазылбаптыр. Көрсөтүп коюмдар менен. Kia Morning. 2015 жылы чыгарылган, коробка автомат, 570.000 сом.
Мындай. Болды. Тоқтаңыз. Kia Sportage. Екі мың 17 қимылдатқыштың көлемі 1.7 турбо дизель. Қанша болды басы? 14,5 мың доллар. Санар. Болды азыр. Бар, так, салонын көрсетелі. 14,5 мың доллар. Отырғыштарын жылытуысы бар, мультироль. Бұл жақта Kia K7 гибрид. Сонарлары бар, арқасынан камера. Көзге көрінбеген аймақтарды башқару. Ачқысыз кіру. Гибридте комплектация жақсы болады. К7-дағы өзі баяғы бизнес классқа кіріп кетеді. Мінеки екі режимде память отырғыштарында, адаптивді круиз контроль, екі аймақты климат, старт, стоп. Бұл жағында дағы қошымша электро пардалар бар. Анан жол чейін ішінде жүру, шол. Дағы бұнда мен ойымша мол жерінде гаджеттерді беспроводная зарядкада болуш керек. Білейм, жоқ, ал жоқ екен. Басы қанша болды бұның? 18 мың доллар. 18 мың доллар. К7. Айтмақшы 360 градус камерада бар екен. Анан адаптивді круиз контрольдің радары. 2017 қимылдатқыштың көлемі 2.4 жаңа алып келінген Кореяда. Қаншада отасың? 14. Chevrolet Malibu 2, ошол X морда. 2019. Қимылдатқыштың көлемі 2 куб, турбина бар. Ачқысыз кіру, көзге көрмеген аймақтарды башқару бұнда дағы бар. Екі режимде память отырғыштарын, автофар. Бұл жанда круиз контроль, жол чейін ішінде жүру, система предотвращения столкновений, бұл да жақсы функция. Екі аймақты климат, монитор, электроручник, парктрониктерді алды арқасынан өчіріп жандыру басқыштары дағы бар. Электрод жылдырыштарды анан торпедасында мында кожаный чехолды дағы бар екен. Бұл ЛТЗ премьер екен. Қанша болды басы? 14 мың дедіңер, кемі бар дейді. Жақсы. Пробегі қанша болып болған? 69 мың. Болды. Жақсы. Так. Жүрер әлі. Анан шуны көрсетіп қойырайын азыр. Осылерден бес бе? Седандардың азыр актуалды болып атқан шу деп ойласам да болады, адашпайым. Жақсы, BMW 5 серияда Кореядан алып келінген. Көрініш дизайндары да аябай жақсы. Алдынан сонарлар бар, 360 градус камера, адаптивді LED оптикаларда қосқан жет шындығында. 2018 қимылдатқыштың көлемі 2 куб, турбо дизель, твин турбо болғанда дағы. Так, мұна жауық, мұнда алып көрсеткен әрекет жасайын. Шындай BMW. Жақшы басын біле албадық. Кімге қызық болса, өзіңіздер малымат қағазын көрсетіп қойдым. Ұшқа телефон чалып, сұрап біле олсаңыздар дағы болады. Шындай Sonata New Rise. Қанша олу отат басы? 14 мың доллар. Такси болған емес екен. 2018 қимылдатқыштың көлемі 2 куб, заводской газ. Ачқысыз кіру басқычы бар. Монитор, старт, стоп. Камера. Алдын отырғыштарын жылытуысы бар. Рулін жылытуысы дағы бар. 163 мың километр чұрқаған.
14 мың денер, а? 14 мың доллар. Шул Sonata New Rise. Саранто қанша болып отады? Басы 14 мың. 2017 қимылдатқышын көлемі 2.2 турбо дизель Корея. 14 мың доллар. 4 вд екен айтмақшы. 4 вд. Так, шындай. Kia K3 тұрады бұл жерде. K3-ті көрелі. 2021. Қаншада отасыңар K3-ті? Салам. Жоқ, басын білбедіңер? Қазір сұраған әрекет жасаймыз. Аға чейін ұшында көрінішті. Комплектация жақшы, адаптивді круиз контроль бар. LED оптикаларда. Бұл жерде да бір K3 тұрады. Бұл бірақ біраз комплектация жөнекейрақ. 2020 сентябрь 1.6 бензин 14,5 мың доллар. Бұндай комплектациясы жақшы, бірақ LED емес екен. Оптикасы, атак адаптивді круиз контроль бар, жол чейін ішінде жүру бар, көзге көрінбеген аймақтар башқару бар, драйв мод, спорт, эко, норма режимдерге көтеру, 2 аймақтық климат, отырғыштардың жылытусы, вентиляциясы бар, рулін жылытусы бар. Шындай K3 14,5 мың доллар екен. Жүререлі. Болды. Қанша олы отады? Бұндай Avante 6 11 мың долларды отады. Бензимда 2017 1.6. Açıqsız кіру басқычы бар, монитор бар, кондиционер. Алдыңғы отырғыштардың жылытусы бар, драйв мод бар. Салон жақшы, таза, отырғыштардың кожалары дағы жақша болды екен. Балды. Так, бұл жерде фундалар сұранып отады. Kia Morning 2017 заводской газда. Газ болса жақшы, бірақ мұнан да үнемді жүреді. Басы қанша болды? 700 мың сом. Комплектация қандай жөнекөйлі де, газда жөнекөйлі болады. Жөнекөй болғанда да айта кетейін, ылдамдық шектеу басқыштары бар, кондиционері бар, USB AUX разъемдары бар, алдыңғы әйнектері электро көтерушті, электро күзгілер. Шында жөнекөй комплектацияда шындай. Анан Spark қанша болды? 620. Бұл бензин болсы керек, а? Бензин LT же LTZ? LT. Так, мониторы бар, айдоочунун жардамчысы бар. 4 айнектен электро көтөрүштү, 90 мың километр чуркаган. Шундай көрүнүштө Spark. 630 мың, а? Анан Tivoli да силерден бе? Бул канча болуп атат? 12.500 доллар, 2019. 34 мың километр чуркаган дейт, ачкысыз кирүү баскычы бар. Так, круиз контроль, монитор, навигациясы менен, климат екен. Жок, кондиционер, алдыңкы отуруштардын жылытуусу бар, USB. Анан айтмакчы, анча-мынча мемден дебелерде деле жок, бунда бар экен, мындаки HDMI разъему бар экен. Шунысы менен айырмаланып турат, анан айтмакчы, тодон түшүү жардамчысы дагы бар. Жакшы эми? Жакшы. Шундай көрүнүштө. Так, бул жерде Mercedes-Benz S-класс
222 кузов. Қараңыздар соны. Адаптивді круиз контрольдің радары, сонарлар, LED оптикалар, проекция, датчик света дождялар бар. 2020 қимылдатқыштың көлемі 3 куб, $62,000 Кореядан алып келінген. Уна жау екен, бірақ басын жақсы жазып қойып тұр. $62,000 S-класс. Қимылдатқыштың көлемі 3.5 дизель. Фоматик 4 өтең тартады дөңгелектеріне. Mercedes-Benz S-класс. Так, анан Камринді тартпай қалдық әлі, көрсетіп қойылы. Бұл жерде Toyota Camry 70-ші кузов, 2018. Обвестерді айтмақшы. Обвестері қойып отыр, башқаша ол көрініп қалады екен. Гибрид 2018 2.5, басы 10 жоқ 25.000 ақша, $25,000 екен. Бұл жақ панорамалы, жоқ панорама емес. Салон ішіндай көрінішті. Урмат көршілер үшін менен бүгінгі шығарылышымызды жиынтықтайырыз. Бүгінгі дейм де ұшыл навестерге болған. Алдыда дағы бірнеше видеоз бар, аларда тартамыз. Сізге жақса видеоңызды лайк басып қойыңызды ұмытпаңыздар. Каналымызды қолдап қуаттап тұрыңыздар демекшіміз.